достар, эфирде Режепляна Қуанышқызы. Мен сендерге уәде бергендей, баған тілінде үйренеміз. Екі таңбалы сандарды қоссамыз, азайтамыз, көбейтеміз, алгоритмін үйренеміз. Мысал келтірейік. 50 аламыз 14. Міне 0-ден 4 алынбайды, сондықтан біз 5-тен береміз. Мынада 4 қалады, ал мынада 10 болады. Енді 10-нан 4 алса астын сызамыз, 10-нан 4 алса 6. Ал 5 мынада 4 қалады, 4-тен 1 алса әрине 3. 36 шықты. Енді біз тексереміз. 36 алу кезінде қосамыз, қосу кезінде қосамыз не? Ортасындағы сан 14. Астын сызамыз. 6-дан 4-ті алса, 6-ға 4-ті қосса 10, 0-ін жазамыз, 3-тің үстіне 1-ді жазамыз. Ал 3-ке 1-ді қосса 4, 1-і бар ойда, олмен 5 болады. Міне біздің 50-міз шықты. Енді біз мысалы 82-ні істейік. 82 қосу 18. Астын сызамыз. 2-ге 8-ді қосса, әрине 0-ін жазамыз, ал 8-дің үстіне 1-ді жазамыз. Ал 8-ге 1-ді қосса, әрине болады. 9, 10 ойда 1-і бар, 10-мен 10 болады. Міне 100 шықты. Енді біз бұны тексереміз. 100. Ал бұл ортасындағы сан 18. 18. Астын сызамыз. 0-ден алынбайды, 8, және де 0-ден 1 алынбайды. Сондықтан біз 1-ді береміз. Міне мынада 10 болады, ал мынада 9 қалады. Енді 10-нан 8-ді алса, әрине 2. Ал 9-дан 1-ді алса, 8 деген 8. Енді біз бір мысал келтірейік, көбейту кестесінен. Бірақ жүздіктің астына жүздік, ондықтың астына ондық, ал бірліктің астына бірлік. Енді біз көбейту кестесін істейік. Бірақ көбейту амалын сендерге жаттау керек болар. Кестесін жаттау керек болар. Енді ары қарай жаза берейік. 34 көбейтеміз. Әрине 22. Астын сызамыз. 2, 4-ім 8. Ал 2, 3-ім 6. Енді біз 10-дықтың астына жазамыз. 2, 4-ім 8. Ал 2, 3-ім 6. Міне шықты ма біздің 68-мізді? Міне шықты. Қосамыз енді. Астын сызамыз енді. Астын сызамыз. Мұнда сан жоқ болғандықтан 8-дің өзі түсіп қалады. Міне 8, ал 6-ға 8-ді қосса болады 14. Біз 4-ті жазамыз, ал мұнда 6-ның үстіне 1-ді. 6 деп жазбаймыз енді. 6 мұнда үстінде ойда 1 бар ғой, демек 7. Міне 748 шықты. Мінеке біз баған түрінде жазып үйрендік.
ал сұрақтарын түсінбеген жерлерім болса комментарияға жазыңдар, мен міндетті түрде оқимын. Лайк басуды және де жазуды ұмытпаңдар. Сау болыңдар достар, келесі эфирден кездескенше.